Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әзірлейтін тағам деуге келмейді. Нан, күлше нан, лепешка орысша айтқан кезде өте дәмді. Қазіргі қыс мезгілінде балдарымызға, үйдегілерге жасап берсек, сүйсініп жейтін нан түрі. Ең алдымен бізге сүт керек болады, су керек болады, тұз және кішкене қант қосып жіберсеңіздер жақсы болады. Осылай ұнымызды илегіштен өткізіп барып дрожжды ашытқыны, яғни айтқанда ашытқыны қосамыз. Өйткені ашытқыны суға қосып қоятын болсақ, суымыз жылы немесе ыстық болатын болса, дрожжымыз тез күйіп кетеді. Сол себепті нанымыз дұрыс ашымай қалады. Көп қыздардың қателігі содамен наным дұрыс ашымайды, немесе ұзақ ашиды деп жатады. Соның құпиясы осыда. Илеп болған қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Жарты сағаттан кейін осылай ашиды. Үстіп дөңгелетіп, бетін жауып, тағы да 10 минутқа қоямыз. Сол кезде нанымыз жақсы көтеріледі. Осы кезде пешімізді қосып қоямыз 180 градусқа. Және де осы кезде қамырымызды бөліп жатқан кезде менің зуаламнан кішкентай қылып жасасаңыздар күлше нан болады. Мен бұл жерде асығыс жасап жатырмын, сол себепті үлкен-үлкен қылып жасап жатырмын. Сіздер кішкене қылып күлше нан ретінде ұсынсаңыздар да болады. Көрінісі өте әдемі болады. Осылай бетін жауып, тағы 10 минутқа қоямыз. Және де үстіп көтеріліп жатқан кезде жұмыртқамызды дайындап аламыз. Нанның бетіне жаққанға және күнжіт болса өте тамаша шығады. Нанымыздың астына осылай кішкене ұн сеуіп, қыздар осы видеодағыдай тек қана ортасын ғана басамыз, шетін мүлде баспаймыз. Осылай жанын басып, нанның формасын жасайтын боламыз. Міне қыздар, дәл осылай бетін әсемдеуімізге болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Немесе шанышқымен тесіп шықсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызбен осылай жұмыртқаны жақсылап жағып, бетіне күнжіт қосатын боламын. Қыздар, осылай дайын болған нанымызды пешімізге саламыз. Осылай өте әдемі жұп-жұмсақ қып-қызыл болып піседі. Қыздар, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да өте әдемі болады. Ұнаса маған тіркеліп кетіңіздер.